даярлық тобына арналған дидактикалық ойындар жинағы. Мақсаты дидактикалық ойындар арқылы балалардың білімдерін кеңейтіп, тілдерін байланыстыра сөйлеуге үйрету. Міндеттері дидактикалық ойындар олардың атқаратын қызметі, олардың құрылымдары, негізгі түрлері, әдістемелері, оларға басшылық жасау туралы жалпы түсінік беру. Білім беру саласы бойынша дидактикалық ойындарды таңдау және жүйелеу, баланың қызығушылығын туғызу. Өзектілігі ойын мектебесіне дейінгі қабылдайтын негізгі іс-әрекеті ойын үстінде баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады. Дидактикалық ойындар үшке бөлінеді. Заттық дидактикалық ойындар, үстелісті дидактикалық ойындар, сөздік дидактикалық ойындар болып, заттық дидактикалық ойындарда ойыншықтар мен нақты заттар қолданылады. Олармен ойнап, балалар салыстыруды үйренеді, заттардың ұқсастығы мен айырмашылығын белгілейді. Үстелісті ойындарында балаларға арналған қызық сабақ түрлері бойынша олар әртүрлі сынар суреттер болады, домино ойындары ойнаған кезде шешілетін тапсырмаларда әртүрлі. Сөздік ойындар ойнаушылардың сөздері мен әрекетінен тұрады. Мұндай ойындарда балалар заттар туралы түсініктеріне сүйеніп, олар туралы білімдерін тереңдетіп үйренеді. Ойын арқылы балалар өздігінен жұмыс істеуге үйренеді, зейіні қалыптасады, байқампаздығы артады, сабаққа қызығушылығы артады, есте сақтау қабілеті дамиды және ойын қабілетін дамытады. Ойын ережесін бұзбау, яғни тәртіптілікке үйренеді. Дидактикалық ойындар. Үстелісті ойындары. Сабақ сөздері отырады. Авторлығы